көргенімді айтайын. Сарыағаш өңірінде Абжаппар аға, Абдысаттар аға, Алла рахматын алсын, Абдығаппар ағаларымыз бар. Бұлар 4 ағайынды. Абшүкір деген ағамыз өмірден өтті, Абсаттар ағамыз өмірден өтті. Сол іс сапарда Алматыдан Сарыағашқа жол серік болып, бір сапарында Абжаппар ағамен мен бірге қайту кезеңі болды. Сол Алматыдан шыққаннан Сарыағашқа жеткенге дейін, ол кезде Абшүкір ағамыз да тірі марқұм. Абжаппар ағаның телефонында тыныштық болған жоқ. Мен жанында отырмын. Алматыдан шықтық біз. Сарыағашқа жеткенге дейін сол ағайындылар Абжаппар ағаны күтіп алғанға дейін телефонда тыныштық болған жоқ. Абшүкірге звондайды. Мен осында жерге келіп қалдым десе, артынша Абсаттар аға звондайды. Оны біте салсын, Абдығаппар аға звондайды. Осылай айналып болды телефон. Мен сондай ағайындарды көріп қатты қызықтым. Неге? Өйткені ол отбасыда әкесі марқұм, балаларына осы исламды үйретіп кеткен балалары. Сол ислам дінін түсінген балалар бір-біріне қалай бауырмашылықты көрсетіп келе жатыр. Үлкен ұстаздарымыз ол кісілер.